Саламатсыздар ма? Бүгінгі бейне сабағымыздың тақырыбы Epson 3200 принтерін қалай орнатамыз. Жаңадан принтер алсақ, оның сияларын, түрлі түсті сияларын қалай құю және өзіміздің компьютерімізге қалай орнату жолдарын барлығын көрсететін боламын. Принтердің арнайы өзінің орнататын драйвері, яғни установка, орнататын дискісі болады. Әр принтердің, яғни құрылғының өзінің драйвері болады, нөмірлері болады. Epson 3200. Қазір орнататын боламыз. Нұсқаулықтары болады ішінде. Ішінде USB болмайды, оны жеке сатып аламыз. Принтерді тоқ көзіне қосатын шнуры және өзінің оригинал сиялары болады. Бұл принтердің артықшылығы түрлі түсті ксеркс, яғни көшірме алуға болады. Цветной сканер, черно-белый ксеркс және принтер. Ақ-қара түсті, түрлі түсті. Мына жерге парақтарды салатын боламыз. A6 форматтан бастап A4 форматына дейін. Өзімізге қажетті форматта сәйкестендіріп аламыз. Енді сиясын мына жерден қиятын боламыз. Мына жерде барлығы көрсетілген. Өзінің әр сияның өзінің сыртында арнайы әріптері болады. Мына жерде де көрсетілген. Мысалы, сары түс болса, Y-пен белгіленген, оны мына Y-тің түсіне құямыз. Міне, мына жер. Мына жерде де әр түс өзінің жолдарында орналасқан. Міне, сарыны құятын болсақ, бұлай құйып шығамыз қазір. Осы жерге осы төрт сияны құйып шығамыз. Бірінші сияны құймастан принтерімізді ноутбукқа орнатып алайық. Шнур арқылы бісміллә деп тоққа қосайық. Өзінің арнайы порттары бар жалғайтын. USB шнурларды алған кезде мүмкіндігінше ұзындау болған жақсы. Қысқа USB шнурлар ұзындау жақсы. Бір жағын принтерімізге жалғаймыз, екінші жағын ноутбукке жалғаймыз. Принтердің өте осал жерлері осы USB порттары. Абайлау керек. Қосамыз принтерімізді. Байқасаңыздар, өзі белгі берді. Ноутбуктан қосылды деген сөз. Енді осы ноутбукқа орнату дискісін саламыз. Выполнить, яғни орындау командасын таңдаймыз. Принтерде бізге қызыл индикаторымыз жанып тұр, яғни бұл жерде біздің сиямыз әлі жоқ деген сөз. Сия құйғаннан кейін барып, бұл қызыл индикатор сөну керек. Бұл үшін орнатып аламыз, кішкене күтейік. Лицензиялық келісімді сұрайды бізден. Қабылдаймыз. Принять. Әрі қарай деген түймені басамыз.
Енді осы жерде бізге түсінікті етіп көрсетіп тұр, инструкция, яғни нұсқаулықта бірінші қос деген, біз қостық, енді сия құятын боламыз. Қазір сияны құйып болғаннан кейін барып, осы тетікшені белгілейміз. Енді сиямызды құяйық. Ең бірінші бізге қара керек. Бэкка, блэк. Ашамыз. Бұл былайынша төгіліп қалмайды. Осыған өзінің арнайы тетіктеріне бүйтіп кигіземіз. Енді мына жерден қарап қоямыз арасында. Болады. Толтырмай қояйық. Ішінде бар әлі. Таусылған кезде құямыз. Көп емес, бірақ жетеді болды. Екінші түсіміз сары, yellow. Мынаны құйып болғаннан жабамыз жақсылап, одан кейін сарысына шайқаймыз. Дәл осылай 4 сияны да құйып шығамыз. Осылайша 4 сиямызды құйдық. Бірақ индикаторымыз әлі жанып тұр. Енді біз ноутбуктағы мына команданы орындаймыз. Птичку қоямыз. Процедура заправки контейнеров для чернил завершена. Далее, келесі дегенді таңдаймыз. Установка, яғни орнату жүріп жатыр. Сіздерге бір кеңес айтып кетейін. Принтер әр парақ шығарған кезде сиясы шашырап тұрады. Сол шашырап тұрған сияның барлығын бір жерге жинап тұратын, өзінің фильтрлерін ауыстырып отыру керек. Оны ауыстыратын уақытын принтер өзі баспаға шығармай қалады, сол кезде ауыстырамыз. Бұны памперс деп те атай береді. Бұл принтердің артында орналасады. Мына жақта орналасады. Осыны алып, ішіне ауыстырып қайтадан саламыз. Сканер драйвері, принтер драйверлері. Установка деген басамыз. Установка жасалды. Енді напечатать текстовый шаблон дегенді таңдаймыз. Ол үшін принтерімізға парақ салып, печатьқа жіберіп көреміз. Далее әрі қарай батырмасын басамыз. Мына индикатор сөнем дегенше қадағалап, жақсылап орнатқанымызға көз жеткізуіміз керек. Орнатып болдық. Дайын батырмасын басамыз. Енді печатьқа жіберіп көреміз.